Bardığımız çemberge tırağlarını жылдамдатамыз. Çember. Зарина қайда бардың? Çember. Al, бүгінгі балалар күнгі сабағымыз күндерге ерекше болайын деп тұр. Сондықтан сабағымыз жақсы өтсін деп барлығымыз бірінші амандасайық. Қайырлы. Сабағымыз сәтті өту үшін бір-бірімізге сәттілік тілейік. Орнымызға отырамыз. Қараңдар. Кімді көріп тұрсыңдар? Асан сабақтан кешігіп қалыпты. Оқушылар сабақтан кешіккен оқушы сынып ережесіне сай айырын өтеу үшін тапсырмалар орындайды екен. Бұл қаншама тапсырма бір аптаға орындау болады. Сендердің көмектескілерің келе ме? Олай болса біздің сабағымыздың ұранын айтайық. Бәріміз көңіл-күйлерің қалай? Мен бүгінгі мынау Асанға кім қол ұшын беріп көмектеседі, мен мынандай сендерге қолдар таратып отырамын. Бүгінгі сендердің қаншалықты сабаққа қатысқандарыңды осы қолды жинауларың арқылы білдіретін боласыңдар. Енді қазір топына бірінші топ әр қатар бір топ болады. Бірінші топ бірінші қатар, екінші топ екінші қатар, үшінші топ үшінші қатар болады екен. Енді Асанның ең бірінші тапсырмасы балалар дәптерін ашып оқу тапсырмасын тексереміз дейді. Ашамыз. Үйге қандай тапсырма береді? Ешқандай ма? Кім жаттығу? Үйде жаттығу жазбадық па? Біз 6-шы беттегі нешінші жаттығуды орындауға бердік? 4-ші жаттығу бәрімізде орындалған ба? Оқу тапсырмасы қой балалар? Оқу тапсырмасы. Үй жұмысы дегенге сендер жатасыңдар. Қазір мен барлығыңды тексеріп шығамын. Барлығыңды жазғандарыңды. Барлығы жазып екен. Енді мұнда не істеді екен? Кім оқиды? Оқу тапсырмасын кім оқиды? Оқи қойшы. Не өзгеріп тұрған жерде? Х дыбысы Х-ға өзгеріп тұр. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Міне аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Аяқ деген сөздегі Қ дыбысы деген жалға қосымшаны жалғаған кезде ол көрші мынау дыбысының үндесуі арқылы өзіне ұқсатқаны байқалды. Қ қалай естілді? Қатты. Ал аяғым енді қалай болды? Жұмсақ, жіңішке емес жұмсақ болды. Үндесу арқылы өзіне ұқсатты. Жұмсақ қылдырып алды. Қарындашымызды аламыз да бір-біріміз тексереміз. Тура тақтадан қарап, орнымызда ауыстырыңыз дәптерлеріңізді. Қарындашыңды алды, тексер. Қате болса, минус қоясыңдар. Дұрыс болса, плюс қоясыңдар. Кімдікі плюс? Ручкамен тексеріліңіздер. Кімде қарасты қарандаш жоқ. Просто қарандаштар қойды. Ручкамен тексеріліңіздер. Минус плюс шығыңдар. Кімдікі плюс? Көршілеріңді, бір-бірлеріңізді тексеріңдер. Бір-бірлеріңізді тура тақтадан қарап тексереміз. Дұрыс болса, қосу белгісін қоясыңдар. Жаттығуды аша қой, жаттығуды ашта, жұмысымызды тура сондай ма тексере қой. Бір-біріңізді тексердіңдер ма? Міне тұр ғой, міне. Бір-біріңізді тексере қой. Тақтамен бірдей ма? Қымен алысқа ба? Тақтамен бірдей болса, плюс қоямыз. Тамаша. Кімде қате? Қате бар ма? Әртен, бәрден. Тамаша, ендеше сендер Асанға қол ұштарыңды
Беріп жатсыңдар, тамаша. Әркім дәптерін өзіне берсін. Тексеріп қойсам, минус па? Дұрыс қой. Аяғым тамаша. Қате жоқ? Бар ма қате? Қате бар ма? Онда бермейді. Ашық дәптерін ашып. Қате жоқ болса, не береді? Қате бар болса бермейді. Қате жоқ па? Қате бар ма, жоқ па? Қате бар болса бермейді. Кімдікі дұрыс, соған ғана береді. Ал болдық па? Енді. Не сөйлеп отырмыз? Тексеріп біте алмай жатырмыз ба? Бір-бірімізге бар ма? Анда бермейді. Қате бар ма? Қате жоқ болса аласыңдар. Қатесі жоқ балалардың барлығына қол берілді ма? Тамаша. Енді сендер алғашқы қол ұштарыңды бердіңдер Асанға. Не сөйлеп отырмыз? Не дұрыс болмай жатыр? Ода қате ма? Аяғым. Аяқ дұрыс қой? Дұрыс оныкі. Ал енді әр қарата. Енді балалар барлығымыз дәптерімізді жабамыз, әрі көп қоямыз. Болдық па? Дәптерімізді жабамыз. Дәптерімді жаптың ба? Сізге қарап отырмын, осымен 3 рет болды. Әркім өз дәптерін алдына қойды. Ал далаға қарайық. Барлығымыз қараймыз далаға. Далада қай мезгіл? Қыс. Қыс мезгіл екен, иә? Ал ауа райы қандай? Ауа райы қандай? Суық екен. Ал аспанға қараңыздар. Ашық екен. Енді қараңдар балалар. Қай кезде ыстық болады? Ыстық болады. Қай кезде бұлтты болады? Ардоғанда және боран соққанда. Ал енді қараңдар. Осы сөздерді бізде 2, 4, 6, 3 қатардан 3 оқушы шықсын, шыға қойыңыз. Қарама-қарсы бағытта қойып шығыңдар. Бір-біріне қарама-қарсы қойып шығыңдар. Қай сөзге қарама-қарсы? Шыға қой, Нұрай. Шыға қой. Шыға қойыңызшы. Қолыңдар тез қойып шығыңдар. Бір-біріне қарама-қарсы қоямыз. Стрелканың екі жағына қоямыз. Не істедіңдер? Міне, дұрыс таптыңдар. Қыс қарама-қарсы, қыс пен жаз қарама-қарсы. Дұрыс. Бұлтты мен қайсысы қарама-қарсы? Бұлтты мен ашықна стрелканың екі жағына қоясыңдар. Суық пен қарама-қарсы, қысты. Ал отыра қойды. Енді қараңдар. Мына сөздердің мағыналары қандай? Ендеше балалар, қазір бейнероликке назар аударайық. Дана, сен не істеп отырсың? Мен ойланып отырмын. Не туралы ойланып отырсың? Қарындаш туралы ма? Иә, қараңызшы. Мына екі қарындаштың қандай айырмашылығы бар? Айырмашылық дейсің бе? Мынау ақ қарындаш, ал мынау қара қарындаш. Иә, дұрыс айтасың. Ақ және қара қарындаш. Тағы мына қарындаш қысқа. Онда мына қарындаш ұзын. Сондай-ақ мынау жуан қарындаш. Иә, ал мынау жіңішке. Ақ, қара, ұзын, қысқа, жуан, жіңішке. Бұл сөздер қарама-қарсы мағыналы сөздер деп аталады. Бұл сөздерді біз заттың сынын білдіретін сөздер деп оқыған едік. Иә,
Бұл сөздер заттың сынын білдіреді, әрі мағыналары бір-біріне қарама-қарсы. Иә, мен түсіндім. Қарама-қарсы мағыналы сөздер қандай қызық? Үлкен, кішкентай, түзу, қисық, аз, көп, биік, аласа. Иә, бұл сөздердің барлығы қарама-қарсы мағыналы сөздер. Аға, тек қана заттың сынын білдіретін сөздер ғана қарама-қарсы мағыналы бола ма? Жоқ, заттың қимылын білдіретін қарама-қарсы мағыналы сөздер де бар. Мысалы, шығу, кіру, мезгілді білдіретін де қарама-қарсы мағыналы сөздер бар. Мысалы, күндіз, түн, қыс, жаз. Аға, қараңыз, неге бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі аяқ киім әкеліп қойыпты? Мынау үлкен, қара және ескі бәтеңке. Ал мынау кішкентай, ақ және жаңа бәтеңке. Біз қандай сөздерді өттік? Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер ол антонимдер деп аталады екен. Ендеше, антоним сөздері. Бүгінгі олай болса балалар, біздің жаңа тақырыбымыздың аты мағыналары қарама-қарсы сөздер, антонимдер. Ал сабақтың тақырыбы антоним дегеніміз не деп аталады? Не сөйлеп отырмыз? Тыңдай ғой, қазір сабақ түсінбей қаласың. Сабағымыздың мақсаты антоним сөздерді ажыратамыз сабақ бойында. Мағынасын түсініп, сөйлеуге қолданамыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, сабағымыздың басынан соңына дейін біз антоним сөздерді ажырата білуіміз керек. Оның мағынасын түсініп сөйлеуге қолдана білуіміз керек екен. Енді қазір қаңтардың 14-і сынып жұмысы антоним дегенімізде жазып аламыз. Жазып жазғанда аяғымызды жинаймыз, арқамызды, дәптерді қисайтуға болады, денемізді қисайтпаймыз. Қаңтардың 14-і. Жазуымыз өзіміз қандай әдеміміз, жазуымыз да сондай әдемі болу керек. Сынып жұмысы антонимдер дегеніміз не? Масадан кейін бір жол қалдырып ұмытып кетіпсің. Антонимдер дегеніміз не? Жазып болған болармыз. Болмаса аяқтайық. Жазуымызды аяқтаймыз, оқулығымызды ашамыз. Оқулықтың барлығымыз 7-ші парағын ашамыз оқулығымыздың. Антоним дегеніміз не? Ашамыз,
Дәптердің үстіне қойып аламыз кітапты. Кітапты дәптердің үстіне қойып аламыз. Жазуымызды аяқтаймыз. Кітабымызды жылдам ашамыз. 7-ші параграф. Қойдық па бәріміз? Иә. Енді қараңдар. Бұл біздің екінші тапсырмамыз. Бұл уже күрделірек. Асанды тапсырмалары бірінен екіншісі күрделірек болады. Сондықтан мұқият тыңдаймыз. Мұнда не дейді? 5-ші жаттығуда өлеңді оқы дейді. Саусағымызды қоямыз, сызғыш арқылы қоямыз, сызғышымызды қоямыз, барлығымыз мәнерлеп оқимыз. Сызғышты қоямыз. Кімде сызғыш жоқ, іздемей-ақ қойсын. Сызғыштың орнына қаламды қоя беруге болады. Олай. Бірінші қатар мен, үшінші қатар ұзынынан, екінші қатар көлденеңінен қоямыз сызғышты. Сызғыштар жоқ болса, иә, қаламды сызғышты қоя береміз. Ал саусақты қойдық. Не істеп отырсың? Саусағымды қойшы. Ал бастадық. Екі қол жуғыштың астына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Тоқта, жалғастырып оқысын, Айша. Ысқылады асыға, оң қолымен мен сол қолын. Тоқта, Абдрахман. Ысқылады асыға, сол қолын мен оң қолын. Тоқта, хормен оқимыз. Қарап еді сосын ол, тап-таза ет туады. Сызғышпен оқымадың, жарайды. Ал, мен бір рет оқып берейін. Екі қол. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға, оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға, сол қолменен оң қолын. Қарап еді сосын ол, тап-таза кеп қуанды. Қандай жақсы екі қол бірін-бірі жуады. Өлең не жайында? Қол көтер жауап береміз. Орындарында отырып айтып айғайлап қойдыңдар. Қол көтер кім? Сен айт деген кезде ғана айтамыз. Тағы да екі қол туралы, тағы да не туралы? Орнында отырып айғайлаған үшін саған да қолды бермеймін. Айта ғой. Қол жуғыш туралы ма? Жоқ. Оң қол менен сол қол туралы. Оны бәрін қолмен айтып тастадыңдар. Ол не істеп тұр олар? Екі қол. Не істеп тұр? Не үшін жуады? Не үшін жуады? Таза болу үшін. Өлең тазалық туралы. Оң қол, екі қол туралы. Бірақ екі қолдың істеген жұмысы тазалығы туралы. Енді әр қаратағында қараңдар, не туралы екенін айтып естіріпті, оқып отырыңдар. Мына, не туралы екенін айта білуіміз керек. Енді мына жердегі оң, сол сөзін салыстырамыз. Қандай сөздер? Қол көтеріп жауап береміз. Қандай сөздер? Оң және сол. Сол қол. Қандай сөздер? Стрелкаға қарасаңдар естеріңізге түседі. Қандай сөз оң мен сол? Айтамын. Антоним сөз. Антоним сөз дегеніміз не ол? Жоқ қол дейді, бір-біріне қарама-қарсы. Тамаша. Енді әрбір дұрыс жауапқа жауап береді. Енді біз келесі жақсы тапсырмаға. Асанға енді мынандай тапсырма берді, үшінші тапсырмасы. Кітаптарындағы 6-шы жаттығуды ашып, мақалды оқып, оны көшіріп жазыңдар. Оның ішіндегі нені табыңдар дейді. Биден мақалды қайтесіз көшіріп жаза аласыңдар. 1 балл. Мағынасына қарамағыз сөздерді таба алсаңдар 1 балл. Мақалдың мағынасын түсіндіре алсаңдар 1 балл. Ал ашамыз, дәптермен жұмыс. Ашамыз. Жаттығу деп жазамыз.
Қыз балалар. Бәрін бірге жаза беріңдер. Озған Мұрат, арқамыз қалған. Жаттығуды жазамыз. Мына жерде 3 балл жинауға болады сендерге. Мағынасы қарама-қарсы сөздер тауып астына сызып қоясыңдар. Екіншісін жаза беремін. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып алып, астына сызып ашу дұшпан ақыл. Қасындағы ашу дұшпан ақыл, ақылын ақыл қосты жазамыз. Жазып аяқтаймыз. Оқысын. Бірінші, озған Мұрат, қалған ұят деген нені білдіреді? Кім мазмұнын айтып береді? Озған Мұрат, қалған ұят. Кім түсіндіреді мақалды? Озған Мұрат, озған кезде қуанады. Қалған кезде ұялады дейді. Енді осы ішінде мағынасы қарама-қарсы сөзі бар ма? Қайсысы? Кім айтады? Жоқ, біріншіде озған Мұрат, қалған ұятта. Қарама-қарсы сөз. Мағынасы қайсының қарама-қарсы? Антоним сөз қайсысы? Антоним сөз. Қалған ұят па, әлде мына озған деген сөзге қарама-қарсы сөз? Айта ғой. Озған Мұрат. Жоқ, антоним сөз ғана табамыз. Антоним сөздер мұнда озған, қалған. Екеуі мағынасының бір-біріне қарама-қарсы. Ал екіншісінде табайық. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылына ақыл қос. Кім мазмұнын айтады? Айта ғой. Ашуланса біреуді боқтайды, ал ақылды адам ашуы жеңеді. Антоним сөз бар ма осының ішінде? Қайсы сөз? Ашу, сосын? Ашумен? Жоқ, бір сөзі ғана сен сөйлемді айтпа. Айта, отыра ғой. Сосын? Жоқ. Айта ғой. Тамаша, біреу дұшпан дос. Келесі. Ақылдың қарама-қарсысы. Ақыл сөзінің қарама-қарсысы. Ақыл сөзінің қарама-қарсысы мағынасы қайсысы? Ақылдың қарама-қарсысы ашу балалар. Енді келесі. Барлығымыз нелерімізді жинайық, дәптерлерімізді жинайық. Қазір тақтаға біз жаңа нақты түсіну үшін тақтаға әр қатардан бір бала шығамыз. Шығамыз мына қатардан. Ағерке шыға ғой. Ағерке сабаққа қатыспай отырған. Бастай бер, ойынды бастай бер. И Айзере. Шыға ғой, сен де шық. Қазір біреу істейді. Сызба екеуін баса-баса сал. Ашы тұшы, тамаша бара ғой орнына. Точка-точка басал болады. Так, келесі тез. Ұзын. Тамаша. Келесі. Қалың. Жұқа. Ала ғой. Келесі. Келесі. Шыға ғой. Келесі. Аха. Ерте кеш. Тамаша. И соңғысы. Таяз. Айта ғой, таяз. Терең. Тамаша. Енді алдымыздан заттарымыздың барлығын жинайық. Бірақ шетіне қойып қоямыз бізде. Қазір бізде топпен жұмыс болады. Жоқ, біріншілері сәтін жасап алайық.
жинатқа ал сіздер сәтті жасап алайық. Сұрақ аламыз. Балалар, біз осы мәтіндегі сияқты екі қолымызбен жұмыс жасап, не істедік? Мына миымыздың екі оң жақ мишары бар бізде, сол жақ миымыздың екі жақ шарда тұрады, иә? Осы екі қолмен жұмыс жасау арқылы не істедік? Біз есте сақтау қабілетімізді жақсартып, миымызды әрі қарай асанға жақсы көмектесуге жаттықтырдық. Енді келесі жаттығу топпен жұмыс, шығармашылық жұмыс қараңдар. Бұл шығармашылық жұмыстың мақсаты алған білімдерімізді өмірде түрлі жағдайда қолдану шеберлігіне баулу. Жаңа бағаннан бері алып жатқан немізді осы іс жүзінде біз дәлелдеуіміз керек. Ендеше бірінші топқа жиналамыз. Сіздерге мына тапсырма. Оқисыңдар, антонимсіңар бола алатын сөздердің артынсыз, антонимсіңар табасыздар. Сіздер жиналамыз мына жерге. Сіздерге мына. Өлең ба, мақал мәтел ма, соны естисіңдер. Талдайсыңдар. Дайындарын тақтаға шыға бересіңдер сосын. Түсініксіз болса менен сұрайсыңдар. Түсінікті ма? Не істейсіңдер? Үлкен болып жаза қой. Не жазып жатсың? Жазбай қой, ауызша айтасың, астынсыз сай болды. Астынсыз билет, астынсыз тақтаға барып біле бер. Ұрыспаймыз. Жылдамдықпен жаса ғой. Сені көмектесіңдер, қате жіберіп қоймасын, әрсіз сөздер. Болғандарын тақтаға шыға бересіңдер. Тақтаға кеп қоя бересіңдер. Болдыңдар ма? Астынсызсан бұл келе бер. Болсақ келе береміз. Все, маркерімізді жабамыз, әкелеміз. Топашылар алып шығасың. Сыныптың қай сөзі сыныпты, мыналарда солар алып шығасың. Келе ғой. Отыра, орынды. Ал бәріміз қараймыз, тақтаға назар аударамыз. Кім қорғайтын аны? Қорғайтындар шықсын. Қазір отырасыңдар. Сендер отырасыңдар. Бірінші топ. Үшінші топ шықсыншы бірінші маған. Үшінші топ келе ғой. Кім қорғайды? Мынаны. Мынау не? Айта ғой. Сізде бар ма? Сізде жоқ. Синоним, ой, антоним сөз бар ма? Мағынасы қарама-қарсы. Ол қайсысы? Қайсы антоним сөз? Өз тобынан көмектесушілер. Бұл не? Мақал мәтел ма?
Сымбат бар. Сен жауабын айтып тұрсың. Жұлдыздар дұрыс айтасың, иә? Молодец, дұрыс. Түнде, күндіз еді. Мынау дұрыстау жазсың. Бірақ антоним сөзді айтпай тұрсың. Антоним сөз қайсысы? Үшінші қатарда кім айтады? Антоним сөз қайсысы? Түн мен күн келе ғой. Түн мен күн. Тағы да мына жерде бар. Жоқ, ай мен түн мен күн. Ай мен күн жарайды мейлі. Тағы да мына жерде. Түнде бармын, күндіз жоқпын. Тағы екі сөз қалып қойды. Бармын, жоқпын. Өздеріңнен айта алмады. Жарайсыңдар, отыра береді. Екінші қатар шықсын. Дұшпан, екінші қатар қорғай қой. Оқи қой. Дұшпан күлдіреді. Күлдіріп. Айтады. Дос жылатады айтады. Жылатып айтады. Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Мағынасы қалай? Мағынасын білесіңдер ме? Айта ғой. Сен күледі сен антоним сөзді айтып тұрсың, жарайды мейлі. Мағынасын, дұшпан неге күлдіріп айтады, дос неге жылатып айтады мағынасы. Досым мынау ренжіп қалады деп көңіліне қарай ма? Шындықты тура айтып отыра ғой, жарайды. Мағынасын айта алмадың сен. Шындықты тура айтпайды. Шындықты тура айтпайды, иә, жоқ болса, бетіне шындықты айтады. Дұшпан өтірік болса да, дұрыс болмаса да күліп сен күлдіріп айтады деген сол. Ал досың шынайы шындықты мұның дұрыс емес деп қателігіңді дұрыстап айтып, сенің түзелуіңе мүмкіндік береді. Енді күлдіреді, жылатады дедіңдер мына жақта. Тағы да қандай антоним сөз бар? Екінші қатар. Қандай антоним сөз бар? Айт, тез-тез. Айта ғой. Дос, дұшпан тағы да. Тағы да жоқ, иә? Дос, дұшпан. Күлдіріп жылатып айтып қойды сендерді. Үшінші қатар, бірінші қатар келе қалсын. Кім астынсызды, солар келе қалсын. Кім астынсызды, солар келе қалсын. Антоним сөздерді кім тапты? Тез-тез шығамыз. Қайсысын сіздің айта ғой? Оқыдай. Ол сол дұрыс емес отыра ғой. Келесі, тез-тез айт. Айтсайшы айта бер. Талап етеді, талап етпейді. Дұрыс тағы да мән. Тағы да қыздар, ұлдар, мән. Тағы да тарайды, тарамайды. Дұрыс айтасың. Бұл отыра ғой, қайсын айтқың келіп тұр? Айна бар, айна жоқ, жарайды, тамаша. Ал енді қазір біздің келесі тапсырмамыз. Қазір мен сендерге суретке таратып беремін. Мен бір, екі, үш деген кезде бәрі бірдей іздейсіңдер. Әркім өзінің қарама-қарсы антонимін табады. Соның қасына барып отырады. Суретке қарайсыңдар, өзіңнің екінші жұбыңды антоним сыңарыңды табасыңда, соның қасына барып отыра қаламыз. Суретке қарайсың, антоним сыңарыңды табамыз. Қасына отыра қалды. Тамаша. Так бәрі білсін. Аяқтадың ма? Уақыт. Бір, екі, жылдамдықпен. Немене, не іздеп жүрсің сенді? Кәрі. Табылмасақ отыра бер. Отыра ғой. Так, соқыңыз сендер қандай? Ауыр жеңіл, тамаша. Әркім өзі қылсын. Сендерді. Ұзын қысқа, тамаша. Сендерде. Ыстық суық, жарайсыңдар. Тыңдап отырамыз бір. Сіздерде. Ол қыз молодцы, жарайсыңдар. Сіздерде. Жылдам баяу, тамаша. Сендерде. Лау, күлу. Менің қолым жетпей алайын деп. Мынау сендіктен екемен қойды, бір тұтма. Өз орындарын отырып, ашық жауып, тыныш. Кім шулар кетті? Көңілді, көңілсіз. Тамаша, сіздерде. Кәрі, жас. Сізде. Таза, лас. Ашық, жабық, тамаша. Сіздерде. Түн, күн. Тамаша. Әркім өз орнына отыра қалсын. Әркім өз орнына отыра. Олар несін жақсы қой, көп жинайды ғой. Көп жинайды. Әрбір болдықта
неге маған беріп жатсың? Топ башылар жинапсаңдар. Әрқашан несін? Мына жерге жинай қоямыз. Жинаймыз. Басқаларымыз. Алдымызға қараймыз. Мына жерге қоя қойсам. Отыра қаламыз. Ал енді қараңдар. 1, 2, 3. Болып па? Балалар, енді не болып кетті? Жарайды. Қазір басқасын беремін. Ал енді қараңдар. Не болды саған? Болды қазір сені неге алып? Бердім ғой мен оның орнына. Бердің ба? Міне болды енді. Ұрыспаймыз. Әр қатардан қазір қолдарындағы нелерін көрсетіңдерші. Қазір мына жерде залға қатыспай отырған. 2 зат ал. Міне. Саған 2 зат. Қазір айырмашылығын айтасың. Мына жерде қатыспай отырған. Мә, саған 2 зат. Саған 2 зат. Айырмашылығын айтасың. Мына жақта көп қатыспай отыр. Саған 2 зат. Сендерге 2 зат. Сендерге көп қочарайды. Сендерге 2 зат. Енді мынау барлығына. Мынаны кімге берейін? Бірге тауа беруге болады. Мынаны сендерге берейін. Ал енді бұл заттардан антоним бола ала ма, бола алмай ма, соны айтасыңдар. Сөзді доғарамыз. Болдық па? Кім дайын айтсын? Айта ғой. Ұзын, қысқа. Тағы да? Бірдей ма? Жоқ. Қандай? Әртүрлі ұзын қысқаны ғана айттыңдар. Сіз айта ғой. Айтшы, сен өзің айта ғой. Тамаша. Тағы да? Тағы да кімге бердім? Екеу қандай? Мынау не? Екеу бірдей ғой, екеу бірдей зат па? Айтшы, мынау не? Мына зат не? Бұл не аты? Пияз ашы дейді. Мынау? Құрма тәтті дейді. Міне. Енді сіздерді қалды ма? Менің қолым жетпей қалды, мен сендерге мынандай қалғандарына мынандай сурет тарата берейін, иә балалар? Қазір кім қалды? Айта ғой, екеуіңдікі қандай? Біреуін ғана айтыңдар. Үлкен кішкентай, тағы да қандай айта аласың? Жұқа. Әртүрлі болар еді. Қазір кімге бердің? Сіздікі? Үлкен кішкентай. Тамаша. Бізден 2 минут кеш бастағанбыз, ештеңеге әуре болмаңдар. Ал енді бүгін қараңдар. Оқушылар барлығымыз тақтаға қарайық. Бүгінгі сабақ барысында қандай сөздерді жиі қолдандық? Қандай сөздерді? Қандай сөздерді жиі қолдандық? Антоним сөздер. Дұрыс айтасыздар. Антоним дегеніміз не? Дұрыс айтасың, мағыналары бір-біріне қарама-қарсы ғана қолдап жинай бересің. Тамаша. Олай болса, бүгін мақсатымызға жеттік па? Антонимді ажырата алдық па? Қолдана алдық па? Олай болса, балалар қараңдар. Қазір сабақ бойы жинаған мына қолдарыңды санайсыңдар. Бірлесе көтерген жүк жеңіл дейді. Барлығымыз Асан досымызға қараңдар. Олай болса, осы жұмылар көтерген жүк жеңіл. Бүгінгі сабақта барлығымыз қол ұшымызды беріп, Асанға көмектесек, ертең өскенде үлкен істер жасап, отанымызды көркейтетін боламыз. Отанға қызмет ету әр адамның өзінен басталады. Ендеше, егер сіздер бүгін білімді бала болсаңдар, болашақта жақсы маман иесі бола аламыз. Алдына қарай. Енді Асан досымызға сөз берейік. Өз уақытыңды аяма, өзгенің уақытын аяла деп, барлық уақыттарыңды маған жұмсап, көңіл бөліп, тапсырма орындауға көмектескендерің үшін көп рахмет дейді сендерге. Мен енді жақсы мен жаманды айырдым, сабақтан кешікпеуді үйрендім дейді. Қазір үй тапсырмасы оқулығымызды ашамыз, күнделігімізді ашамыз, қолдарымыздағы жинаған, мынау қолдарымызды санап, не істейсіңдер?
Баға аласыздар. Неше баға? Күнделікті ашамыз. Міне кітапты ашайықшы балалар. Кітапта бізге мынандай жаттығу тұр. Кітапта оқудасына сегіз жаттығуды түсіндіріп жіберейін. Қараңдар балалар. Мына жерде қараңдар. Мына жерде ескі. Бер қараймыз. 1, 2, 3. Сен артына күн ғой мен сабағымыз бөліп біттім. Ұрысып біттім. Алға қара, жаман оқушы болма. Қараңдар, мына жердегі көздің орнына ескінің қарама-қарсы мағынасы сөз қандай антоним сөзі? Ескіге қарама-қарсы жаңа, жақсыға қарама-қарсы жаңа. Я, осыны осылай қолдырып келесіңдер. Күнделікті аштыңдар ма? Ал кімде 5 саусақ жинады? 10 балл, тағы да кімде? 10 балл, тағы кімде? Біреу-ақ қой, санасайшы былай нешеу жинағаныңды. Кімде? 8 балл, нешеу? 5 ма 10 балл. Қазір жинаған мына әрбір қолдарың 2 баллдан тұрады. 4 ма 8 балл. Тамаша. Все. Балалар сонымен қазір күнделіктеріне бағаларын қойып жатсыңдар. Заттарымыздың барлығын күнделіктің арасына салайық, арасына саламыз. Осыған қарап қазір мен баға қоямын. Енді мына 10 қолдарың мен сол қолдарында алыңдар қолдарына. Алыпқа енді бұнда 5 асыл іс, 5 күш бар. Қараңдар, бүгінгі сабақ ұнаған болса, осы 5 асыл істі талап еңбек терең ой қанағат рақым ойлап қой деген осы 5 асыл істі біз мына чемоданға саламыз. Білімімізді, жақсы қасиетімізді өмір бойы алып жүреміз. Ал сол қолымыздағы жаман қасиеттер жазылып тұр, я, ол өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бетер, мал шашпақ. Сол қолдағы тапсырманы сол жаққа қоямыз. Кәмкесіз қоя қоямыз. Егер сабақта түсінбегендерің болса, еттартқышқа да қоюға болады. Я, ол қолмен сол қолды дұрыстап ажыратамыз. Я, болғандардың орындарын босатып кетемендер, я. Қоя қоймыз. Итермелемейміз, асықпаймыз. Болды ба? Қоямыз, отырамыз. Тамаша. Маңайда да орын бар. Тамаша. Сабақта түсінбей қалған сөздер болмады ма? Еттартқышқа ешкім ештеңе салмады. Сабақ сендерге ұнады ма? Әлі бармақ артық көрсетіп жіберейік. Ұнаса, бармағымыз жоғары, ұнамаса, төмен. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Жолдыққа шығамыз.